Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, бүгін мен сіздерге Астана қаласындағы Елорда жастар бағдарламасы туралы айтқым келеді. Елорда жастар бағдарламасы 35 жасқа дейінгі жастар қатыса алады. Ол үшін біз қатысу жилфонд сайтына өтеміз. Қатысу жилфонд сайты деп Google-ға жазсаңыздар, сізде автоматты түрде ол шығады. Бұл бағдарлама басталды, аяқталуына 3-ақ күн уақыт қалды. Ендеше Елорда жастар бағдарламасы қазақшаға ауыстырып алайық. Жалпы Елорда жастар бағдарламасы келесі шарттарға яғни ол сізге 18 миллион ақша беріледі. 18 миллион ақшаға сіз вторичкадан да, первичкадан да үй ала аласыз. Жылдық пайызы 5%. Қарыз сомасы, яғни бастапқы жарна 10% болу керек, яғни 1.800.000 теңге сізде жыл стройтын, яғни қазіргі тілмен айтқанда отбасы банктің счетында болу керек. Счеттің сіз справкасын алып, рабочий столға сохранить қою керек, яғни бір папка ашып. Және де тұрғын бағдарламаның талаптары бойынша бағдарлама қатысушылар жасы 35 жасқа толмауы керек. Сіздің жұбайыңыз 35 жастан асып кетсе бола береді, бірақ сіз қатысып жатқан адам 35 жастан аспау керек. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматы болу керексіздер. Отбасы банкте 1.800.000 ақшасы бар деген справка сіздің қағаз сіздің қолыңызда болу керек. Яғни сіз конкурсқа қатыса берем, 1.800.000 кейін салам деген болмайды. Бағдарлама қатысу үшін және отбасы мүшелері соңғы 5 жылда ешқандай үй алуға байланысты шарттар болмау керек. Зейнетақы счетынан үзінді аласы, яғни сіздікі және жолдасыңыздікі болу керек. Соңғы 1 жылда міндетті түрде үзілмеу керек ол. Сондай-ақ сіздің отбасыға шаққан ақша 243 мыңнан аспау керек. Елорда жастар бағдарламасы тұрғын үй алу алгоритмі. Мысалы, бірінші сіз осы 6 июньге дейін документтерді түгел өткізесіз. Одан кейін ол документтер 30 жұмыс күн ішінде қарастырылады. Сіз егер де бағдарламаны өткен болсаңыз, сізге почтаңызға хат келеді. Сіз көріп тұрғаныңызда 3 күн 3 сағат қалды, өтінім беруді басамыз, ECP ключті таңдаймыз. ECP ключті таңдап, яғни сайттың өзіне кіреміз. Осы жерде сіз жолдасыңыздың енін ғана енгізесіз, ол кісінің аты жөні түгел тұрады, егер сіз үйленген болсаңызда. Сондай-ақ балаларды қосу деген жерге балаларыңыздың енінің аты жөні, туу туралы куәлікте қалай енгізілген, солай көрсету керексіз. Телефоныңызды енгізесіз, почтаңызды енгізесіз, яғни ол почтаға документті бергеннен кейін документ қабылданды деген смс келеді. Сондай-ақ документіңіз өтсе, сіз конкурсқа өттіңіз деген смс келеді. Мына жерге сіздің айлық табысыңыз қолыңызға алатыны қанша, соны енгізесіз, жолдасыңыздікін енгізесіз. Сондай-ақ жұмыспен қамту саласы бойынша сізге таңдау керек болады. Денсаулық па, образование ма, ғылым ба, соны таңдап, сол бойынша, егер жетім балалар санаты бойынша болса, птичканы қою керексіз. 1.800.000 астам ақша бар деген документті енгізесіз. Сізде астынан документтер ашылады. Сол жерге документтеріңізді тіркеп саласыз. Документтер PDF, JPEG форматта болу керек. Жақсы, сәттілік.